Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз ол кеуде қуысының пальпациясы. Кеуде қуысының пальпациясы не мақсатта қолданады? Ол бірінші кезекте қабырғааралық невралгияларды, қабырғалардың сынуын және миосттерді анықтау үшін, одан кейін кеуде қуысының серпімділігіне және дауыс тіліне баға беру үшін қолданылады. Қабырға аралық невралгияның ауырсынуының бір ерекшелігі ол науқас терең тыныс алып шығарған кезінде ауырсыну күшінің өзгеріп отыруы және пальпация кезінде ауырсыну қабырға бойымен жүріп отырады. Қабырғаның сынуына келетін болсақ, қабырғаның сынуы кезінде ауырсыну жергілікті сипатта болады және науқас қимыл кезінде сықыр естіледі. Кеуде қуысының серпімділігін анықтау үшін науқасты алды артынан, яғни төстен және омыртқа жотасынан ұстау арқылы кеуде қуысын қысамыз. Келесі науқастың қолын көтеруді сұрап, бүйір жағынан, яғни көлденең кеуде қуысын қысамыз. Кеуде қуысының серпімділігі қалыпты жағдайда елінді болып келеді. Ал оның қатаюы бізде қарт адамдарда және өкпенің және өкпе қабының аурулары кезінде және басқа аурулар кезінде болады. Мысалға алатын болсақ, өкпе эмфиземасы, гидроторкс, пневмоторкс, гематоркс және экузацисті плеврит және тағы басқа аурулар кезінде өкпе қуысының серпімділігі төмен. Дауыс дірілін анықтау үшін екі қолдың алақанын кеуде клеткасының симметриялық аймақтарына жанастыра қойып, науқасқа анық, қатты R дыбысы бар сөздерді айтқызамыз. Науқас 44 деп айтыңыз. 44, 44, 44. Қолыңызды көтеріңіз. 44, 44. Артқа қараңыз. Өз-өзіңізді құшақтаңыз. 44, 44, 44, 44. Дауыс дірілі кеуде қуысының кейбір аурулары кезінде төмендеп немесе күшейіп отырады. Дауыс дірілін әлсірететін себептері келетін болсақ, ол бірінші кезекте өкпе қабына ауа немесе сұйықтықтың жиналуы. Ол мысалға алатын болсақ, пневмоторкс, гидроторкс, экузативті плевриттер және тағы сол сияқты. Екінші себебі ол бронхтардағы ауа өткізгіштігінің төмендеуі. Олар бронхтың бөгде затпен бітелуі немесе бронхтардағы ісіктердің пайда болуы. Ал дауыс дірілінің күшею себептеріне келетін болсақ, ол өкпе тінінің тығыздалу себептерінен болады. Ол мысалға алатын болсақ, өкпе туберкулезі, өкпе инфаркты және өкпе қабынуы. Сонымен қоса, бронхпен қосылған өкпеде қуыстар пайда болу себептері. Мысалы, олар каверна, үлкен бронхоэктаздар және өкпе абсцесстері. Каналымызға тіркеліп кетіңіздер, видеоға лайк қойыңыздар. Бәріңізге рахмет.